Барлығыңызға сәлем, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, не істеп жатсыздар? Және де бүгінгі менің видеома, каналыма, республикама қош келдіңіздер. Как всегда, менде жаңа керекса жоқ. Как всегда деп қой, менде шерік кездеседі. Мен всегда жаңа керекса жасайтын, бірақ бұл жолы жасағым келген жоқ. Ерініп қалдым, ренжімеңіздер. И менің қолым тимей жүр сабақ деген нәрседен. Вот, сондықтан ренжімейсіздер деген ойдамын. Міндетті тіркеліп, лайк басып кет. Бұл мен үшін өте маңызды нәрсе. Және де коллекцияларды таңдайық. Так, менің каналымның ерекшеліктері, осындай пакетиктеріміз бар бізде. Бүгін осы пакетикті алайықшы, ватный. Так, денежные цветы. Бүгін осындай пакетикті аламыз. Что нужно для бумажных сюрпризов? Бүгін осындай клубникамен аламын. Так, TikTok лайфхаки. Күшті коллекция осы өрмеспін. Осы принт коробкамен аламыз. Жасыл тема. Осындай пакетик ерінмен. Животные. Бүгін осындай пакетик аламыз. Животные жанрларды қатты жақсы көремін да, бірақ жаман қорқам. Цитаты. Бұл коллекция ұнапты сіздерге. Бүгін осындай аламыз. Тек өзіне сен деген. Өте активіміз төмендеп кеттім. Неге екенін білмеймін. Мой телефон и менің приложенияларым бүгін осындай пакетик аламыз. Осындай поп-сокет. Менде әлі күнге дейін поп-сокет жоқ. Жаман керек маған. Что я хочу? Мен бір күн қалдым. Бір нәрсені салды, ұмытып кеттім. Всегда үнемі осыны қалайтынмын. Ол бізде құрт. Всегда мен құртты қалаймын. Бірақ салды, ұмытып кетіппін құртты. Подарка на день рождения. Шашым көрініп отыр. Подарка на день рождения. Бұл жерден осындай жидкий пакетикте бар бізде. Бірақ бүгін мен осындай отпен аламын. Так, келесі коллекция бұл бізде конфеты. Бұл жерден осындай пакетикті аламын. Және де бүгінгі біздің распаковкамызда осыншама өте көп коллекция. Қараңыздар, күшті коллекциялар. Так, біздің каталог. Міне осындай Парижбен. Бірінші коллекция ол бізде жасыл тема. Осындай ерінмен. Ашамыз. Так, қорқыттым ғой. Қалдымайды, жыртылып қалдымайды. Осындай шар. Үстімізге. Неге жабыстырғанымыз да. Осы жерге жабыстырамыз. Артық дыбыстар үшін кешірім сұраймын. Животные. Қайда? Осындай пакетик. Біздің аймақ тағы да қызыл зонаға кіріп кеттім. Әзірге сабағымыз онлайн. Осындай есек, және де осындай бір балапан түсті. Бұлай ашылса. Кішкентай осы жерге жабыстырамыз.
осындай коллекция. Келесі коллекция ол бізде осылай принт коробка. Цитаты. Так. Сені алға жетелейтін тек өзің. Бұны мен өзім шығардым. Білмеймін қайдан алғанымды. Осындай цитаталар бар, бірақ өзім жазып жібердім. Отырып шын болсын. Бірақ шынымен де сені жетелейтін тек өзің. Міне, бұл коллекция бізде подарка на день рождения. Идея. Мен идеям. Вау. Айфон. Күшті. Осындай подарка сыйлауыңызға да болады. Если ақшаларыңыз көп болып тасылса. Конфеты. Бізде осындай 2 конфет. Өздері жападан жалғыз тұр. Ол конфеттердің қасына қандай конфет қосылады екен? Бұны қазір білетін боламыз. Так. Ух ты, осындай күшті конфет. Бұл Қазақстанның шоколадына ұқсайды дәмі. Керемет. Күшті негізі. TikTok лайфхаки. Осындай пакетик деп ойлаймын өз басым. Пакетиктерім жыртылмайтын еді. Клей ауысқасын ба жыртылып жүр. Осындай Орео ногти. Короче, бумажный красота баяда дейін осы жақында маған посылка жіберді ғой. Сол посылкада бір клей болып мен клей ұтып алдым. Посылка ұтып алдым, сол клей болды ішінде. Сол клеймен жабыстырып жүргендіктен өте жабысқақты. И пакетиктер қатты жыртылады. Бірақ өзіме ұнайды күшті. Сәл жыртылатыны бар болмаса. Всегда маған айтатын қалай пакетиктерді күшті ашасың, қалай жыртпайсың, анау деп қандай клей деп. Күш дейді маған. Мой телефон, мой приложение. Сондай пакетик. Так, бізге өзі құдай-ау не салғам. Бұл почта mail.ма сондай бірдеңке. Онда осы жақында алдым. Жүктеп. Так, что нужно для бумажных сюрприз? Клубника. Для клубника аллергия просто. То до конца не ашылмайды, но бірақ ашылды, нормально. Блестка, конечно, мен блестка суымды сұрамайтын кісімін. Так, что я хочу на день рождения? Мен туған күніме не қалаймын? Сондай олф. Вау. Мама, күшті ашылды. Мысық. Мысықтың суретін сала алмадым соңғы. Мен мысық қалаймын. Қатты қалаймын ше. Номер 9. Маған мысық алып беріңдерші, құдай. Да, где нужны цветы. Осындай пакетик. 500 теңге. Бізде қожынымызда 2000 теңге. Біз байымыз. Шынымен де байымыз. Прикол емес, шынымен де байымыз. Дағда жатқан 2000 теңге жоқ. Сол, шынымен де ақша болып кетсе. Қиялғы жайыпқа берілмейік. Так. Менің каналым ерекшеліктері, яғни менің каналым басқа каналдардан аватаркасы ерекшеленеді. Себебі бұл аватарка тек 3 каналда бар.
менікім. Сосын тағы бір каналым бар еді, алдындағы. Сол менің каналым. Сол каналдам. Потом тағы бір қызда бар дәл осындай. Ол да қазақ қыз, бірақ орысша түсіреді. Менің кейін келді ол. Міне осындай номер 1. Осындай аватарка, осындай фон. Так, біздің видеомыз аяқталды. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеоға дейін кездескенше, всем пока-пока.